Қайырлы күн достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Мен бүгін сіздерге өзім үй жайында қалай кексті осылай әсемдейтінім жайлы видео түсірдім. Яғни бірінші осылай кәдімгі кексті пісіріп аласыздар. Еш қиындығы жоқ, бұның барлығы біледі. Одан кейін осындай қара шоколадты қайнаған суды құйып пакеттің ішіне саламда қара шоколадты осылай ертіп аламын. Менде алдын ала дайындап алған осындай конфи бар. Оны да бір ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, аздап ерітіп аламыз. Еріген соң өзімізге қажетті мөлшерін осындай мешокқа салып, бөліп аламыз. Шоколадымызды да осылай алып, қолымызбен ыстап көреміз. Егер арасында қатты шоколадтар болмаса, сүлгімен сүртіп, бір ыдысқа салып қоямыз. Енді дайын кексіміздің ортасын аздап пышақпен кесіп аламыз, домалақ етіп. Содан соң арасына жаңағы біз дайындап алған шоколадымыз бен конфиімізді әрқайсысына кезек-кезек ішіне толтырып салып шығатын боламыз. Одан кейін жаңағы кесіп алған домалақ кекстің бетін өзіне жауатын боламыз. Менде алдын ала дайындап алған осындай крем бар. Бұл қатты крем, яғни өз формасын ұстайтын. Соған осындай насадка салып, үлкен насадканы бетіне осындай узор жасайтын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген қатты кремді пайдалансаңыздар болады. Міне біздің кексіміз осындай әдемі болып шықты, узорлары да әдемі. Енді менде осындай құрғатылған малина бар, соны бетіне сеуіп шығамын. Сіздерде егер малина болмаса, кез келген жаңғақтарды аздап майдалап сепсеңіздер де болады. Немесе шоколадты майдалап сепсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Міндетті түрде осылай жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.